Әлібек Байбол, Жандос көктем. Айбол ұртын тұлпыра шай ұртап ұтыр. Уф деп, деп оқияды. Жандос бірінші сыныпта оқиды. Кішкентай бала қызылды-жазылды кітапты оқып отыр. Кішкентай Жандостың басынан байқана дейіп тұнған қабілет. Бала тұнысқан қай нәсілге болмасын бейімі бар. Генетикалық ерекшелігі мінез-құлқы бар бала. Сабақты қамшы салдырмай оқиды. Нағыз тасқайнат, өртеніп тұрған бала. Жандос жалғыз өзі отырып алып анасының, әкесінің, өзінің ауылындағы атасы мен апасының суреттерін сағынады, ұнатады. Кейде қашаған кияқ қағаздың келбетіне небір тосын нашандары түгіп тастайды. Бір күні сурет сабағында екі таудың басына анасы мен әкесін отырғызып, өзін қақ ортасына отырғызып салышты. Неге бұлақ салдың? Дегерінде, олар мен үшін шын болып көрінеді, деп жауап қатқан болатын. Айбол әкімшіліктің қала безендіру бөлімінде жұмыс істейді. Біреулер үшін қаналықтыр киятасы, ватман, қағаз, трафариттер, бояу, қатқан қыбырын губкалары, тақтайшалар, рейкалар, ағаш ұтағы, желім, пенопласт, жай, қоқыр-соқыр бірінде болып көрінеуі мүмкін. Бірақ ол нәрселер Айбол үшін соқларды ұғымдар. Олар оларының бұл бөлшегі, мүмкін философиясы. Ой, менің балам ақылы ғой. Деп Айсұлуға қос тастады. Айсұлудың кеудесіндегі бұлт арылып жұмыстан кейіндегі. Айсұлудың кеудесіндегі бұлт арылып жұмыстан кейінгі. Шаршап шалдығу басылып. Жүрегі мұздап тұр. Әйтеуір бірнеше тұсынып отыр. Кішкентай қабығы тойылып кетіпті. Көп оқима көзін ауытырады. Қалқам деді анасы әкесі жымия қарап.